Қазақы асыл тұқымды иттер арнайы тізімделмек. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Пікір жазып, лайк басып, достарыңызбен бөліссеңіздер екен. Тазы мен төбет тұқымын сақтау үшін ұлттық орталық құрылады. Ежелден аң аулауды жаны сүйген ата-бабаларымыздан қалған жолды жалғап, жүйрік баптап, құмай тазы жүгіртуді кәсіп қылғандар бүгінгі күні де жоқ емес. Әсіресе асыл тұқымды төбет пен құмай тазыны ерекше баптап аңға шығуды дәстүрге айналдырғандардың қатары көп. Негізінде тазыны жарғақ құлақ және шашақ құлақ деп екіге бөлген, ал тұқымына қарап құмай тазы, құны тазы, дүрегей тазы, қайың қаптал тазы деп қарастырған. Соңғысы қасқыр алатын тазыларға тән атау. Сондай-ақ біздегі тазылар таралу аймағына байланысты Самарқан тазысы, жем бойы немесе атыраулық тазы, Сібір тазысы, Түркістан тазысы сынды атауларға ие. Бүгінде арқа жақтың тазысы да жүйріктігімен аты озып тұр. Құмай тазы мен асыл тұқымды төбеттердің тұқымы құрып барады деген мәселе біраздан бері баспасөз беттерінде көтеріліп жүр. Соған орай қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайтуды қамтамасыз ету мақсатында иттердің тұқымдарының ұлттық орталығы құрылады. Қазақтың асыл тұқымды иттерінің арнайы тізімі Орман шаруашылығы және жануарлар комитеті қазақтың тазы мен төбет асыл тұқымды иттердің бірыңғай тізімі бар кітабын жүргізу қағидаларын әзірлеуде. Тазы мен төбет ит тұқымдары бойынша бірыңғай асыл тұқымды кітапты ұлттық орталық жүргізетін болады. Ұлттық орталықтың құзыретіне мыналар кіреді. Иттердің ұлттық тұқымдарының асыл тұқымымен жұмыс істеу бойынша сарапшылар мен мамандардың кинологиялық қызметке оқыту жөніндегі жүйелі жұмысты ұйымдастыру және жүргізу. Асыл тұқымды иттерді іріктеу және таңдау, олардың жұмыс істеу қасиеттерін сақтай отырып, иттердің ұлттық тұқымдарын өсіру. Кинологиялық қызметтің әртүрлі мәселелері бойынша уәкілетті органға стандарттар, сынақтар, жарыстар, көрмелер, байқаулар, кешенді бағалау қағидалары, иттердің ұлттық тұқымдарының бірыңғай тұқым тегі кітаптарын жүргізу, асыл тұқымды ит куәліктерін беру туралы ұсыныстар енгізу. Түрлі дәрежедегі, оның ішінде халықаралық дәрежедегі сынақтарды, көрмелерді, байқауларды, жарыстарды ұйымдастыру және өткізу жұмыстары кіретін болады. Таза тұқымды сау, сыртқы тұрқы жақсы иттерді асыл тұқымды мақсатта пайдаланады. Олар мына талаптарға сай келуі керек. Тазы ит тұқымдары бойынша тегінің кемінде 3 қатары тексерілген еркек тұқымды, тегінің кемінде 3 қатары туралы деректері белгілі ұрғашы тұқымдары. Төбеттер бойынша да осылай жүргізіледі. Тізімде асыл тұқымды иттер туралы деректер бөлек жүргізілетін болады. Онда барлық сипаттамалар көрсетіледі. Онда иттердің шығу тегі және тұқымы, еркек пен ұрғашының салмағы бойынша сипаттамасы, балдық бағалау, индекстік бағалау, ұрғашы иттермен жұптасуы мен күшіктерін есепке алу, лақап аты, жеке нөмірі, тұқымы, туған күні, иттердің шығу тегі, денесінің әр өлшемі, түсі, туған жылы, жүні, бас жақ және құлақ құрылымы, мойын құрылымы бәрі де тізімделетін болады. Картотекаға жыл сайынғы иттердің қолданылу және оның өнімділігі туралы мәліметтер енгізіледі. Осылайша асыл тұқымды төбеттер мен құмай тазылардың тұқымын сақтап қалу, олардың басын көбейту бойынша жұмыстар қарқынды жүргізілмек.